Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қарапайым қолжетімді заттардан жасалынатын бал қосылған торт, яғни медовик түрін жасап көрсетемін. Қажетті заттардың мөлшерін, көлемін барлығын описаниеде қалдырамын. Видеороликтің атауын бассаңыз, қажетті ақпараттың барлығы шығады. Ең алдымен орташа ыдысқа жұмыртқа мен қантты салып, екеуін жақсылап венчикпен қантты толықтай ерігенше араластырып аламыз. Енді сотейникке маргаринді салып, өте баяу отта ерітіп аламыз. Оның үстінен 2 ас қасық бал саламыз. Толықтай ерігеннен кейін үстінен жарты шай қасық ас содасын саламыз да, өте жылдам түрде тоқтаусыз қозғаймыз. Видеода көрсетілгенде ол көпіреді алғашында. Сонда да тынымсыз жан-жағын тазалау арқылы қозғап тұрамыз. Егер де отыңызды қатты қоятын болсаңыз, онда жан-жағына жағылған бал күйіп кетеді. Сондықтан отты өте баяу қойып, тынымсыз жақсылап қозғап, осындай карамельді түске енгенше қозғауды тоқтатпаймыз. Өзімізге қажет түсті алғаннан кейін, жаңағы араластырылған жұмыртқа мен қанттың үстінен осы массаны қосамыз. Енді қамыр илеп аламыз. Ол үшін жаңағы сұйық массаның үстіне алдын ала еленген және өлшеніп қойған ұнның тең жартысын салып аламыз. Барлық ұнды бірден салудың қажеті жоқ. Ұнның сапасына қарай ұн жетуі де мүмкін, немесе артылып та қалуы мүмкін. Сол үшін бастапқыда жартысын салып, жақсылап қасықпен қозғап, барлық ұнды сұйықтыққа араластырып, сұйық қамыр илеп, оның үстінен қалған жарты ұнды салып, қамыр илейміз. Өздеріңіз байқағандай видеода қамыр өте жабысқақ келеді, ыдысқа да жабысады. Соның барлығын табақтың шет-шетін тазалай отырып, қалған массаның барлығын осы қамырға қоса отырып, қамыр илейміз. Менің жағдайымда тағы да бір 20-30 грамм ұн қажет болды, себебі қамырым өте жұмсақ болып қалды. Үстінен тағы да ұнды салып, жақсылап қолға жабыспайтындай етіп, бірақ жұмсақ қамыр илеп алдым. Яғни ұнды қайта-қайта көп сала берудің қажеті жоқ. Қамыр жұмсақ болса, ең бастысы қолға кішкене жабыспайтындай болса болғаны. Қамырды толықтай илеп болдық. Енді 5 минуттай шамамен тындырып қоямыз. Одан кейін 5 бірдей теңдей бөлікке бөліп аламыз. Қамырды өзімізге керек диаметрде жайып аламыз. Менде шамамен қалыңдығы бір 3-4 мм болды. Айта кететін жайт, қамырды жайған уақытта қамырдың астына көбірек ұн себе беріңіз. Себебі қамыр жұмсақ және жабысқақ болғандықтан, жайып болғаннан кейін қамыр жыртылмай алыну үшін алдын ала ұнды көбірек себе береміз. Енді жайып болған корждарды пісіріп алу кезінде пергамент қағазына пісіріп алғандарыңыз дұрысырақ болады. Егер де пергамент болмаса, онда противенді жақсылап майлап, соған пісіріп аламыз. Және әр коржды салған сайын қайта-қайта майлап тұру керек болады. Корждарды 180 градуста 3 және 5 минут аралығында пісіріп аламыз. Духовкаңызға байланысты қайта-қайта ашып қарап тұрғаныңыз дұрыс болады. Корждардың шеті қоңырланып, беті қызарып бастаса, корждарды ала берген дұрыс болады. Және бір лайфхак, корж пісіп шыға сала, бірден бетіне тарелканы қойып, не формаңызды қойып, бірден жан-жағын кесіп алған дұрыс болады, өлшеп. Корж жұмсақ болып тұрған уақытта өте әдемі кесіледі және сынбайды. Осылайша барлық корждарды пісіріп, өлшеп кесіп және суытып аламыз. Енді крем дайындап аламыз. Менде өте қарапайым, жеңіл, тез дайындалатын крем түрі. Ол үшін 200 грамм қою қаймаққа 100 грамм сгущенка қосамыз да, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Дәміне қарай, егер де сізге крем қатты тәтті болу керек болса, үстінен тағы да азырақ сгущенка қосып, тәттілігін өзіңіз реттеп алсаңыз болады. Енді тортымызды жинаймыз. Әр қабатына, әр корждың арасына кремді жағып шығуымыз керек. Қатты жұқа етіп жағудың қажеті жоқ. Мүмкіндігінше қалың болса да, бірақ қатты жұқа болып қалмасын, себебі тортыңыз қатты болып қалады. Егер кремі көп болса, торт сондай жұмсақ, әдемі болып шығады. Тортты безендіру үшін жаңағы қалдық корждарды жақсылап оқтаумен ұнтақтап майдалап аламыз да, осы торттың бетіне бір келкі етіп барлық жеріне сеуіп шығамыз. Тортты толықтай безендіріп болғаннан кейін, коржына кремдері сіңіп, жұмсақ болу үшін, әдемі дәм беру үшін бетін жақсылап жауып, міндетті түрде холодильникке 2-3 сағатқа салып қоятын боламыз.
Видеода байқағандарыңыздай торт онша қатты биік болмайды. Егер де сіздерге биік торт керек болатын болса, осы қамырды 2 есе дайындасаңыздар болады. Яғни 2 порция, кремді де 2 порция дайындайсыздар. Сонда 5 қабаттан 10 қабат торт шығады және де өте биік болады. Тортты өз қалауларыңыз бойынша жеміс-жидек қойып, шоколад қойып, басқа да түрлермен өз фантазияларыңызбен безендіре берсеңіздер болады. Торт өте қарапайым, қолжетімді заттардан оңай әрі тез дайындалады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер де сіздерге видео рецепт ұнаған болса, онда каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып және достарыңызбен поделиться кнопкасын басу арқылы бөлісуді де ұмытпаңыздар. Қазақша каналдарды барынша қолдауларыңызды сұраймыз. Баршаңызға мың алғыс, сәттілік.